Ғажданбек аң аулауға сайланады, құшақтап көрұғлыны аймалады. Баршагүл шыбын жанын пида қылад, көреді мұнан артық қай баланы. Көрұғлы сол уақытта 13 жаста, бала жоқ, тағасында мұнан басқа. Ғажданбек аңға шығып кеткен кезде ат мініп, келді біреу бір көк қасқа. Аты бар көк қасқалы біреу келді, көрұғлы назар салып қарайды енді. Наз бедеу қарап тұрса бір тікуар, сол атқа ашық болып көңіл бөлді. Сол атқа көрұғлының ышқы кетіп, биеме шаптырам деп қайтсем нетіп. Ей аға, боз биеме бір шаптыр деп, бала айтты бұл жігітке жауап етіп. Аға сенің, мен білмеймін атыңды, қайсы русың, білдіріп қой затыңды. Мен айтамын, сізге арыз затымды, жаным аға, боз биеме бір шаптыр. Құмар болдым, құралайдай көзіне, құшым кетті әсте оның ізіне. Әрне десең берем тауып өзіңе, жаным аға, боз биеме бір шаптыр. Өзін білген уәдесінен таяма, жақсы кісі сыртқа сырын жаяма. Бір шабуға айғырыңды аяма, жаным аға, боз биеме бір шаптыр. Бір шабуға сізден аға сұраймын, шаптырар деп бетіңізге қараймын. Әрне десең бұйрығыңа жараймын, жаным аға, боз биеме бір шаптыр. Райханның сонда айтқан гәптер-ай, мені білің, араб жұрттың бектер-ай. Айғырымның өте асыл тектер-ай, қалағаным берсең балам шап деді-ай. Туған құлын жаман болмас затынан, бір құлыны мың тіллалық шетінен. Мен шаптырам көк қасқамды балақай, бір сүйдірсең жеңешеңнің бетінен. Қабыл болсын бала сенің тілегің, өзімдағы ынтық болып жүредім. Мен шаптырам көк қасқамды балақай, бір ұстатсаң жеңешеңнің білегін. Жомарт адам уәдесіне жетеді, көрұғлының атқа ышқы кетеді. Баршагүлдің ұстатпаққа білегін, араппенен бала уағда етеді. Араппенен бала уағда байласты, атты көріп ақылынан адасты. Боз биені көргеннен соң көк қасқа оқыранып шабайын деп жанасты. Боз биеге шапты барып көк қасқа, көрұғлының мақсаты сол бір асса. Басын тартты, насыл болар уақытта, қиял ойлап Райхан арап бір басқа. Жартасылы боз биеде қалады, жартасылы жерге барып тамады. Тақиясымен тосып алып көрұғлы боз биеге қайта барып салады. Райхан арап сонда тұрып күледі, бір данышпан екендігін біледі. Көк қасқамнан тұлпар туса қауіп деп, ауыз айтқанмен іші қимай тұр еді. Райхан арап бұл балаға сенбейді, көк қасқамды бегер шаптырдым-ау мен дейді. Көрұғлы айтты, нәмәрәтті қой бұл ісің, жақсы кісі болсаң аға шын деді. Білсең аға, мұның мақұл еместі, қабырғаммен ойлап тұрмын кеңесті. Жеңешемді бір көрсетіп алыстан, кек алармын, менде етсем егесті. Райхан айтты, бұл айтқаның дұрысты, сен қу бала бітірдің ғой жұмысты. Балам сенің мәрттігіңді білуге, соның үшін ойнап еттім бұл істі. Енді буаз болды биең қасқадан, мәрттігіңе көзім жетті жас балам. Еркек туса балам саған ат болад, мұның күшін алған емес басқа адам. Бір себеппен ойлап едім қиялды, бұл ойласам өз басыма зиянды. Енді бала, не етсең де мейлің деп, өз ішінен Райхан арап ойлады. Көдектікпен алдағанды білмей тұр, харамдықпен келіп тұрған мұндарды. Көрұғлы айтты, біздің жайға жүр дейді, ода деген адамшылық білдейді. Мен жеңгемнен хабар алып келейін, сонау үйдің сырт жағында тұр дейді. Көрұғлы келді, Баршагүлдің қасына, пәрбан ауып айналып жатыр басына. Бір сөзім бар сізге айтатын жеңеше, жалған айтат деме мені асыла. Әуел айтты Райханды көргенін, құмар болып айғыр үшін бергенін. Бір кесемен шарап берде қайтып кел, баян етті уағда етіп келгенін. Анау тұрған көзіңізді сал деді, тілім алып жеңгем соған бар деді. Нәмәраттықты басқа сатып алмайық, жалған сөйлеу бұхараға ар деді. Барша айтты, құлағың сал сөзіме, бұл жұмыстың пайдасы жоқ өзіңе.
Үйден шықсам, саған жоқпын шырағым, аңдып келген тағаңның жоқ кезінде. Оған барсам қайтып мұнда келу жоқ. Жеткізбейді астындағы аттары, мен қорқамын жүзлеріден, от жанады көзлеріден. Барайын десем қорқадырмын, ілгер айтқан сөзлеріден. Әсілі араб заттарыдан, бұрын жазған хатларыдан. Шығайын десем түсі суық, ұстап алады барсам жуық. Өз еліне қашып кетіп, жете алмайсың оны қуып. Баршагүл барлық сырын айтып салды. Жалынып, Көроғлы бек тынышын алды. Қолына бір кесемен шарап алып, беруге Райханға алып барды. Қашаннан ашық болып жүрген араб шап етіп, ақ білектен ұстап алды. Өңгеріп Баршагүлді алдын алып, жас бала қош боп тұр деп кетіп қалды. Балаға Барша жылап амандасты. Сол кезде Райхан араб қамшы басты. Бітіріп, ойындағы бұл мақсатын дарияға әмуатты жақындасты. Шоқпарын Көроғлы бек алды қолға, жүгіріп, Бозбиеге мінді олда. Зор беріп, Көроғлы да қуып келді, жетем деп Райханға қуып жолда. Қуады, Бозбиеге қамшы басып, жеңгесін алып қайтпақ болса нәсіп. Қарғытып, көкқасқамен өтіп кетті, Көроғлы келген кезде жақындасып. Сол уақытта Көроғлы бек ашуланды, салуға дарияға ыңғайланды. Қамшылап, жар басына келген кезде әр жақтан Райхан араб айғай салды. Көроғлы бала тыңла менің гәбімді, ұғып алғын айтқан насихатымды. Салмағайсың бұл дарияға атыңды, байталыңмен өзің нәбет боларсың. Жаным бала, байталыңды баға бер, құлын туса жібек арқан таға бер. Бұл сөзімді мәхам тұтып ала көр, әгер түссең өзің нәбет боларсың. Еркек туса, балам сенің бағыңды, дұрыстап бақ, аямай бер барыңды. Соны менен сен алмасаң арыңды, осы күнде өзің нәбет боларсың. Мықты болсаң, үлкейгенде келе бер. Менің айтқан бұл сөзіме көне бер. Бозбиеңді таза бағып жүре бер, бұған түссең бала нәбет боларсың. Осылай деп айғайлап Райхан айтады. Көроғлы ойлап аттың басын тартады. Тірі жүрсем көремін деп өкініп, басын шайқап кейін қарап қайтады. Баршагүлді кетті алып қалаға. Көроғлының іші толды сәнаға. Бұл ішінен келе жатыр ойланып, не дәлелді айтамын деп тағама. Досқа күлкі, дұшманыма сөз болдым. Алтын басым, ақмақтықтан жез болдым. Атқа бола, жеңешемнен айрылдым. Мойны үзілгір, қайдан келіп кез болдың. Көроғлының ақылының данасы, үйге қайтты ішке сыймай қапасы. Райхан араб алып қашып кеткенде, аңға шығып кеткен екен тағасы. Аңнан келсе үйінде жоқ қатыны, Алла қосқан ақиреттік жақыны. Қайда кетіп, қалғандығын біле алмай, қайран болып отыр еді ақылы. Сол уақытта Көроғлы да келеді, тағасына келіп сәлем береді. Үндей алмай төмен қарап, мұңды боп, бір сұмдықтың болғандығын біледі. Көроғлы жан, қайдан келдің сен дейді. Аңнан шашап жаңа келдім мен дейді. Не себептен төмен қарап мұңайдың, қайда кетті білемісің сен дейді. Көроғлы айтты, таға сөзге құлағас, асылында бар ар намысқа шыдамас. Сізге батып айтатұғын жүзім жоқ, ақмақтықтан бір сиеттім ұнамас. Бүгін 3 түн болды жалғыз жатыппын, сонда дағы бір қызыққа батыппын. Жеңгем үшін ашуланба нағашым, бір айғырдың тұқымына сатыппын. Байқамадым сөздің бәлән пәстіні, мініп келді бір бедеуді астыге. Көргеннен соң құмар болдым сол атқа, байталымның шаптырмаққа үстіге. Көргеннен соң ақыл құшым кетіп тұр, хақ тағалам айналдырды нетіп тұр. Су бер деген бұйрық еттім жеңгеме, алып қашпақ үшін қиял етіп тұр. Бізге Райхан дұшмандығын білдірді, жеңгемді алып қызыл гүлді солдырды. Надандығым, көдектігім бәле боп, не айлайын жүрек бағырым тілдірді. Ғаждам айтты, тыңла менің гәбімді, Барша үшін мұқатпа аслан затыңды. Жаппар Құдай өмір берсе басың жас, тірі болсаң бір аларсың кегіңді. Өзің келдің, биыл 13 жасыңа,
Мен садаға, көзің бірлән қасыңа. Неше найып бір басыңа құрбандық, әр нәрсенің ақырын тапсыр Құдаға. Асы пенде адам көзге ілмейдір, жаратқанның не істерін білмейдір. Әрісі етсе әркім қылар өзіне, жаппар екем хақты нажғат қылмайды. Құдіретімен жасырғанды көрмей ме, жақсы менен жаманды өзі білмей ме? Пенденің пиғылы Аллаға аян, пенде байғұс хақ ісіне көнбей ме? Мұның үшін қайғы салма ойыңа, мұндай істі миясар етті бойыма. Аса бір мифтахил фарих деген бар, бұйрық болса біреу келер қойныма. Не көрмейді, тірлікте ғаріп бас, қапа болып сен ағызба көзден жас. Бақыт қонып алға үрлесін талабың, тәуекел деп шаттанып жүр, болмай пәс. Тағасының риза болды сөзіне, келіп қарсы сөз айтпады өзіне. Бұл қорлығын тірі жүрсем ұмытпан, Райханның көрсетермін көзіне. Бұл сөзіне тағасы да шат болды, Көрұғлының бір құмары ат болды. Ат туғай деп асығып жүр Көрұғлы, ақырын күтіп не болса да бақтенді. Бағып жүріп бірнеше күн өтеді, атсыз ердің әркімге ақы кетеді. Еркек қолын туса деп жүр тілегі, бір күндері туарманға жетеді. Көрұғлы жат етті жаппар хақты, ұйықтамай күндіз түні бірдей бақты. 10 айдан өткеннен соң күні бітіп, бозбие аман есен құлын тапты. Күзетіп Көрұғлы бек аңлып жүріп, түсірмей оны жерге қағып апты. Қарасы көзі айдай порма қандай, құлынның пормасына қайран қапты. Ішінен таса жердің соқты жайын, көзінен таса қылмай көріп дайым. Тоғайда құлын ойнап секіріп жүр, жуандап өсіп келет күн сайын. Құлынның мойны ұзын қамыс құлақ, тірсекті жалпақ сауыр құйрық шолақ. Есіктей омырауы жазық кеуде, жұлдыздай екі көзі жанған шырақ. Зырқырап құлын шауып ойнағанда, кетеді ғайып болып көзден жырақ. 3 мәрте анасынан қарғып өтті, сымбатты, сырты сұлу, тұлпар пырақ. Тай шықты, бір жыл өтті бағып жүріп, үйретті, мойнына арқан тағып жүріп. Келер жылы жасы толып құнан, шықты, ыстықты, күн тегізбей жауып жүріп. Көрұғлы енді ұмытты қапалықты, жасынан шілтендерден баталыпты. Ат туар ерге лайық деген, ғират деп мінесінен атаныпты. Ғиратты дөненіне шейін бақты, жібектен мойнына ұзын арқан тақты. Ақылхан үргеніштің ханы еді, егесіз опат болып тақты қапты. Ұшырды дәулет құсты қолына алып, таппаққа халыққа ие патшалайық. Арқандап ғират атын бағып тұрса, басына Көрұғлының қонды барып. Ұшырды дәулет құсты қолыменен, Көрұғлы хабары жоқ оныменен. Басына қайта-қайта қона берді, бұрынғы көріп білген жолыменен. Ұшырды жұмырықпен ұрып бастан, 3 мәрте қонды және айрылмастан. Көп халық Көрұғлыны ұстап алды, алтын тақ береміз деп Зүбәрәжаттан. Көрұғлы сонда көпке жауап берді, қинама әуре қылып бізді ерді. Ойларың таққамын деп атымды алмақ, құртармын тірі жүрсем сендейлерді. Хайла белан бала екен деп алдатпа, ұқсайсыңдар қызылбаспен қалмаққа. Ойлап тұрсам бұл жақындық емес еш, алдайсыңдар дөненімді алмаққа. Не қасиет бар бұл құсыңның басында, жетімдіктен тарттым қасірет жасымда. Көрден шыққан Көрұғлымын білмесең, әл бермейсің ойының ба, расың ба. 40 бірдей ұшырыпсың бір күтті, дөненімді қолымдағы үркітті. Жабылып кеп мені ортаға аласың, дөненімнен айрылмаймын мен тіпті. Алладан қорқып пенденің ақын жемеспін, екіншілей бұл жерлерге келмеспін. Қоя беріңдер әуреленмей жайыма, түсім түгіл өңімде де көрмеспін. Қорисың ба бұл Құдайдың даласын, ақың бардай мен ортаға аласың. Аспандағы ұшқан құсқа қосылып, бәрің бірдей ақмақтыққа барасың. Бәрің бірдей құтырдың ба жонырып, алтын таққа отырмаймын кідіріп. Дөненімді бір көргенім артық деп сыртқа шықты сол уақытта жүгіріп. Қарамады халық құрмет еткенге,
ойнап жүрген мақсатына жеткенге. Сыртқа шықса орнында жоқ құнаны, көп залымдар ұрлап алып кеткен бе? Дөненім жоқ, енді неден қорқамын, атымды іздеп жолға түсіп жортамын. Әгер мұнан табылмаса ғиратым, бұл шаһардың ұғырысын құртамын. Дөненімді ұғыры алып кеткені, енді ойласам ажалының жеткені. Ешбір адам маған шынын айтпайды, көп іздетіп қорлығының өткені. Тауға шықса, сайда адамдар жүр екен, ғиратты ұстап сипап жалын тұр екен. Ашуланып жүгіріп келеді көрұғлы, қарақшылар ұғыры залым осы екен. Таққамын деп ғиратымды алдыңдар, алған менен қайда қашып бардыңдар. Менен қорқып келген жерің осы ма, ей Құдайдан қорықпаған ұғыры залымдар. Бұлар айтты, сен балаға қайранбыз, ұғыры болып табыламыз қайдан біз? Қашып жүрген атыңды біз ұстасақ, зиян болып табылар ма пайдамыз? Таққамын деп атымды ұрлап алғаның, алып келіп мен әуреге салғаның, алып келіп алмадым деп танасың, бәлі сенің сөздеріңнен анғаным. Дат айласаң естпейді құлағым, мұндай жерге келмес менің құнаным. Қашқан менен құтылмайсың залымдар, білсем менің сіздерден дүр күмәнім. Бізге келіп сөз сөйлейсің айтып күш, бүйте берсең алтын басың болармыз. Пайда залал ашылмастан жас ұғылан, мынау ісің болды сенің асығыс. Салайын ба бастарыңа тұманды, тауып алдым мен сіздерден құнанды. Бір шетіңнен иманыңды айта бер, енді менен құтылмағың күмәнді. Бұлар айтты, теріс сөз ғой балам бұл, сөйлей берсе не демейді қызыл тіл. Тәкаппарлық етемін деп көңіліңе не боп кетті ақырынды әзәзіл. Мықты болсаң асы болма Құдайға, сұлу болсаң сенбеңізсіз шырайға. Адамзаттың асылы топырақ болған соң, қанша мықты болған менен не пайда? Балам тоқтап, айтқан сөзім ұғып ал, көп болғанмен опасыз жоқ дүние мал. Ұлық тұтпай кішік тұтсаң өзіңді, мұратыңа жеткізер хақ сұлжалал. Сонда бала жетелеп жүр дөненді, тәкаппарлық өткен екен мененді. Мұның бәрі емес шығар жалғаншы, қырықтан, қыдыр мыңнан уәли дегенді. Көп насихат айтты шілтен балаға, тоқта балам, құлағың сал нидаға. Жаппар Құдай өмір берсе басың жас, мұддағаңды келтірерсің орынға. Не себептен дөненіңді мінбедің? Өзің шаршап мұнша бейнет көргенің, мың залалдан бір күн пайда деген бар, бұрынғының бұл нақылын білмедім. Бұл ғиратың мінуіңе шарапты, қай орынға етсең дағы талапты. Адам болар бала екенсің шырағым, жаяу жүрме дұшманыңнан ұятты. Көрұғыл айтты, еш нәрсені білмеймін, ішім қапа езу тартып күлмеймін. 40 шілден рұқсат бермей өзіме, ғиратымды аслан әркес мінбеймін. 40 шілден бәрі келмей қасыма, баршалары дұға қылмай жасыма. Бірі келіп жүйген ұрмай басына, дөненіме аслан әркес мінбеймін. 40 шілден көтермесен азымды, бірі келіп жаппаса алтын қажымды. Көтермелеп мінгізбесе өзімді, дөненіме аслан әркес мінбеймін. Өз сөзің өз көңіліңе қонама, сонда етсек сенің көңілің тынама. 40 шілден бізден артық болама, сендей бәшші мұндай ақмақ болар ма? Ақанай дер сені туған анаңды, Ғажданбек дер білсең сенің тағаңды, шан білбілге салып алтын қалаңды, сендей бәшші мұнан артық болар ма? Мұны айтып шілтендердің келді бәрі, отырды ортаға алып жас пен кәрі. Баланы отырғызып шашын алып, тәрбие ете берді баршалары. Басына тәж кигізді салындырып, үстіне тон кигізді малындырып, біреуі кемер байлап белдеріне, біреуі ғиратына жүген ұрып, біреуі терлік пенен тоқым салды, біреуі жонасымен ерін салды, біреуі аш беліне тартпа тартып, біреуі қынабына қылыш салды. Жабылып ғиратына мінгізеді, бойына 5 қаруын ілгізеді. Қайырлы болсын балам ғиратың деп, ескертіп мына сөзді білгізеді. Көрұғлы көңіліңде не мүддаға бар, жеткізсін талабыңа пәруар дигар. Етейік біздер дұға қол көтеріп, тілекті қабыл етсін
Қадыр Жаппар. Бала айтты, ұзын болсын менің жасым, көтерің бұл даңқымның тәрбиясын. Бара-бар дұшман маған пар келе алмай, соғысқа барсам бетім қайт болмасын. 3 мәрте тіле балам тілегіңді, дұшманға алдың сұрап керегіңді. Өзіңе перзент сұрап неге алмайсың, баланың қасіреті тартар жүрегіңді. Баланың қартайғанда қасірет өтер, перзентсіз бұл дүниеде пенде бекер. Жүрегің таудан қайтпай басың тастан, өмірің соныменен өтіп кетер. Көрұғлы бата алды шілтендерден, әумин деп қол жаяды бәрі бірден. Ғиратты ойнақтатып шауып кетті, деді де әйел жолдан бала белден. Ғайып ереншілден пірі жоқ боп кетті, Көрұғлы шауып келе түзеп бетті. Азарын Райханның ұмытқан жоқ, шығармақ ішіндегі қайғы дертті. Ағып өткен жайдай болып, ғиратына көңілі толып, 40 шілтенмен бір күн қонып, жөнелді бала жөнелді. Мұны қалды елі білмей, Ғажданбекті барып көрмей. Бұл ғираттың екпіндері боран соққан дауыл желдей, жөнелді бала жөнелді. Жолға түсіп шауып келет, бұл тұғыры, жеңгемді алып қашып кетті Райхан ұғыры. Райхан арап қарғып өткен дарияға сол уақытта шауып келді Көрұғлы. Әмудария жетіп келді басына, өзі жалғыз, жолдасы жоқ қасында. Жауап алып ғиратына сөйлескен, құлағың сал Көрұғлының нашына. Сені мініп, бұл дарияға келгенім, көрдіңіз бе шілтен жауап бергенін. Райханда кеткен үшін кектерім, бале ғират өзің атып тастағыл. Алтын жабдық, ұрдым тіллә жүгенді, сыртым бүтін, ішім жалын тұманды. Қарғымағың бұл дариядан күмәнді, бала ғират өзіңді атып тастағыл. Алыс жерден салды жолға аямай, қамшы салды әлжайыны қарамай. Қамшы түгіл бұрын жолға жүрмеген, малда болса асыранды баладай. Ұрған қамшы қатты батты ғиратқа, және ыршып мінді ғират қайратқа. Ашуланып атылғанда жануар, атқан оқтай қарғып шықты ар жаққа. Бұл дарияның 162 ені, алып ұшты ғираттайын дөнені. Жолға түсіп тәуекелдеп қамшырып, Райхан арап қайдасың деп жөнеді. Сөз бастайын әуел бастан, 2 көдек шықтық жастан, алсақ кекті дұшман қастан. Қадыр егем паханамсың, барар жерім таумен тасты, жеңгемді алып арап қашты. Қадыр егем панахамсың. Осылай деп көңілін ашты. Қабат басты таумен тасты. Райхан арап мұның құшты, жеңгесі үшін кетіп ұшқы. Ел шетіне келген кезде бір шопанға көзі түсті. Малың бағып жүрсің шопан жеріңде, мал баққаның теріс емес тегінде. Бастан аяқ бізге баян айлашы, осы күнде не кәбің бар еліңде. Шопан айтты, еш кәбім жоқ елімде. Араб дейді білсең менің тегімді. Түрікпен елден бір сұлуды әкеліп, уақыты хош Райхан араб бегімде. 3 жыл болды әкелгелі сұлуды, Райханның әр мақсаты табылды. Күндіз болса саяхат қып аңаулап, сұлуменен түнде мәжіліс құрғылы. Сұрайды ауылының ақиқатын, өзінің және тағы арғазатын. Ол айтты, бай араптың қойшысымын, Райханға қожайыным болған жақын. Малының мұнан басқа есебі жоқ, бар еді, көп сұрайсың, нендей ақың. Ханымыз, Райхан араб бастығымыз, есепсіз еліміз тоқмастығымыз. Сауына ханымыздың тілектеспіз, кетпеген бөтен жауға жастығымыз. Сымбатың, мінген атың бөлек екен, болмасын сіздің ханмен қастығыңыз. Көрұғлы мұның сөзін тыңлап тұрды. Басына аттан түсіп жақын келді. Үстінен бар киімін тонап алып, бір таудың қуысына айдап келді. Үңгірге салып қойды мұны байлап. Қышқырсаң өлтірем деп қылыш қайрап. Тағы да Райханды сұрап алды, бейшара айтып берді құстай сайрап. Жайлауы еді Райханның нараспан, ақбоз үйлер отыр қатар жарасқан. Оты қашып ол бұлақтың бұл кезде мал жайына шаруалыққа арасқан. Түрікпен елден бір баһадүр келет деп көп айтушы ед, бақсы құшнас бал ашқан.
Шопаннан жөнін сұрап жүріп кетті. Іштері айтқан сөзге жылып кетті. Бар екен, нараспандай айтқан бұлақ басына сол бұлақтың келіп жетті. Бір қарау қалыңға кеп түсті аттан, жаратқан жәрдем сұрап жаппар хақтан. Үстінен бар киімін тығып тастап, шопанның жаман тонын киіп жатқан. Шопанның бар лыпасын киіп алды. Диуана мажырасына өзін салды. Тұлпардың ерін алып тығып қойып, қалыңға байлап кетті жануарды. Қолына алды аса диуана боп, көрмекке жасы үлкен кейуана боп. Қыл алып ғиратының құйрығынан, желіммен сақал істеп хайламен көп. Атымен қалды қару бұлақ жақта. Құдая, мен келгенше өзің сақта. Ал енді Райхан жақтан сөз айтайын, Көрұғылы кете берсін шақар жаққа. Бар екен Райхан араб жалғыз қызы, балқыған туған айдай нұрлы жүзі. Кеудесі күй сандықтың суретіндей, еді сол заманның шын жұлдызы. Мөлдір көз, қызыл жүзді кірсіз тісі, нәзік бел сүйрік саусақ, мінсіз түсі. Тал бойы ұзын да емес, қысқа да емес, ақылға тең таразы әр мүшесі. Құрбан күл түс көріпті ұйықтап жатыр ед, құс мамықта белден батып. Түсінде сайран етіп түзге шықты, 40 қызбен ойнайын деп тамаш етіп. Түсінде күміс құйрық бір құс келген, басы алтын, қанаты үнжу гауһар терген. Тырнағы тас кесетін асыл болат, көтеріп құрбан күлді кетті жерден. Оянды айғай салып шошып қорқып, отырды көпке шейін көңілі толқып. Таң атып күн шыққан соң несін жиды, бұл түсін түнде көрген айтты жортып. Барша гүл былай дейді жорып түсін, қарағым ерлену ғой көрген түсің. Жадасың жалғыз өзің нұрдай балқып, қаламқас алмам ойын бойың мүсін. Басың бос балбыраған сіз бір шынар, көруге Шахизада болған құмар. Құс ілсе бір патшаның баласы алып, айқасып ақсұңқармен көңілің тынар. Басы алтын болса алтын тәжі, қанаты гауһар болса ерма жазы. Тырнағы тас тілетін болат болса, басынан бағы таймас қысы жазы. Жоруын түсіңіздің қойдым біліп, ұзамай күйеу алар кетсе іліп. Қызығы дүниенің осы ғой деп, әзілмен қойды екеуі аздап күліп. Ал енді бұлар мұнда жүре берсін, дәуренді күліп ойнап сүре берсін. Бағана диуана боп кетіп еді, айтайық диуананың әңгімесін. Көрұғылы диуана боп түсін бұзып, қолында асасы бар сөйлеп қызып. Отырып әйелдерге бал ашады, алады, бал басыға күміс жүзік. Сол еді диуана боп аралады, жеңгесін алып кетпек шаралары. Бір үйге шуылдаған кіріп келсе, тола еген қыз келіншек балалары. Отырды көріп батыр үйдің ішін, танымайды көргенменен мұның түсін. Бал ашып, бал басынан алып жатыр, тарқатып әйелдердің көңіл құшын. Сол үйде барша гүлге кез болады, баланың оңғарды хақ бұл жұмысын. Барша гүл мұны көріп жетіп келді, таниды көргеннен ақ Көрұғылы ерді. Қарағым диуана жан балашы деп, қолынан алтын балдақ алып берді. Әйелдер мұны көріп ұнатпады, Райханның сұлуы еді. Санақтағы қаңғырған қайыршыға балдақ берді, шайданы басылмаған шыдатпады. Баршаны өсектер қағып, ойбай жас қоймас қой деп, бірақ тағы. Көрұғылы құмалақты ашып айтты, екенсің ердің жары құлақтағы. Бар екен бойыңызда қызба кесел, түсіңіз жақсы суға бұлақтағы. Хам және киім кешек кіріңді жу, күмістей мөлдіреген суаттағы. Жазылып сен көр, мен көр боп кетесің, өзіңе есебің көп сауаптағы. Мұны ешкім сұрамады бұл кім деп, жеңешесі қасын қақты күлімдеп. Көрұғылы бек қайтып келіп қараса, Шопан байғұс жатыр қатты дірілдеп. Бейшараның қолын шешті босатып, шешіп берді мынау сенің тоның деп. Бұл жұмысты бір адамға айтпаңыз,
Ажалыңның жеткені онда сорың деп. Ант сушты айтпаймын деп балада, әгер айтсам кездесерсің және де. Бәлегеттен өз жайына құтылып, атын ерттеп көріғлы тұр тасада. Барша сұлу көріғлыны байқады, іштен тынып біраз басын шайқады. Нараспанға кір жуамын бүгін деп, Райханға ұғындырып айтады. Барсаң бар деп, бар киімін береді. Аңғырт аңғау сөзген аңғыш ереді. Құрбан күлге жүр деп еді барша гүл, бара алмаймын деді барам демеді. Барша жылап Райханға барады, маған қызың ермей тұр деп шағады. Ат көті күң кім ереді саған деп, салды менің көңіліме жараны. Алып келіп көрсеткен опаң осы ма, адыра қалсын көрген күнім қарары. Қай уақытта өгейлігін білдіреді, қалай туған мынау қыздың арамы. Райхан арап айғай салып бар дейді, бұл сөзіме құлағыңды сал дейді. Мұның тілін не себептен алмайсың, түрікпеннен сүйіп алған жар дейді. Тап осыдан бар дегенге бармасаң, алмас қылыш басыңды алар дәлдейді. Мына сөзді Құрбанкүл қыз ескерді, мінезі ожар әкесінен сескенді. Бар киімін тегіз киіп үстіне, жүрегі шошып қорқа-қорқа кеш келді. Ай мен күндей келсе екеуі бұлаққа, сүмбідей ғып мінген біреу пыраққа. Үстінде кигенінің бәрі асыл, жылтыраған қылышы тұр қынапта. Астындағы арғымағы бүгілген, өткер оқтай екі көзі тігілген. Үстіндегі жігіт пері секілді, айбатынан көрген кісі кідірген. Болат найза иінінде тұр асылған, ұшы қырлы масақ садақ асынған. Қамқалаған асыл сауыт үстінде, сымбатына жарасып тұр жасылдан. Мұны көріп Құрбанкүл қыз қараған, барша гүлден мынау кім деп сұраған. Адамзаттан түсі сұсты ер екен, астындағы атығандай жараған. Сонда барша дейді қызға қарағым, Құрбанкүлжан көпке кеткен хабарың. Даңқыңды естіп ғашық болып сыртыңнан, көрейін деп нәсілі деп тазаның. Көріғлы да дайындалып безенген, ақсұңқардай душарласты кезеңнен. Кел жеңеше бал ғиратқа мінгестеп, аттан түсті, түсі шұғыл өзгерген. Былайша деп жауап берді барша гүл, қасымда тұр, ертіп келдім қызыл гүл. Мен апарсаң ғаждам атты тағаңа, салдақы боп келді дер. Бұл барша гүл, нағашыңа дұшман қызын алып бар, ақыл менен қыз бағасын танып бар. Алып барсаң Құрбанкүлдей бек қызын, алғыс айтар текежеу үміт халықтар. Лайық емес мені ап кету намыңа, Шанбілбелге аға сұлтан ханыңа. Нағашыңа қос апарып бек қызын, алғыс берер барлық түрікпен бағыңа. Адал сөзін барша гүлдің есітті, айтқан сайын көңілі тасып өсіпті. 90 жерден салдақы сіз болсаң да, мұндай қызға айырбасын нешікті. Ақ білектен Құрбанкүлді шап етіп, бал ғиратпен батыр жолға түсіпті. Барша жеңгем қош болып тұр саламат, тірі болсам көрсетермін есікті. Барша жылап Құрбанкүлге хош деді, қор боламын деме қалқам еш деді. Сен алатын Шанбілбелдің сұлтаны, халық сыйлаған түрікпен елге естеді. Көрген түсің айнымастан келгені, жаратқанның басыңа бақ бергені. Ай мен күндей қосып тұрмын абайла, менен артық табалмайсың жеңгені. Мені алдап алып келдің бұлаққа, көз көрмейтін жібердің ау шыраққа. Өгейлікті маған шешем білдірдің, көкпардай боп кеттім ұқсап ұлаққа. Қызды өңгеріп кетті ерің секіртіп, ауыздықтан ақ көбігін көпіртіп. Үйге қайтып барша жылап келатыр, айғай салып даусын түрлі құбылтып. Айғайлады ойбай салып анадан, айбарақ жүгіріп келіп даладан. Райхан арап ұшып тұрып орнынан, тыр жалаңаш сыртқа шығып қараған. Ыстаны жоқ, көйлегі жоқ жалаңаш, жас баладай жүгіріп келді жалаңбас. Ойбай құдай, не жаутыйды тез айт деп, келіп тұрды түріне адам қарамас. Айтшы сені, мұншама кім жылатқан, жау шықты ма,
нараспандай бұлақтан. Былайша деп жауап берді Баршагүл, бір дұшманды көріп қаштым жырақтан. Жын ба дәуме, переме, я шайтан ба, білсем жылап осындай боп қайтам ба. Алып кетті Құрбанкүлді бір жігіт, ойбайым сап жүгіріп келді айтарға. Райхан айтты, қалай кетті, айт оны, қалай қашты, беті тура, қай жөні. Немді кием, жылдам соны қуайын, жермен жексен қиратайын мен соны. Бар киімің қалып қойды бұлақта, есім шығып жүгіре бердім жылапта. Әр нәрсені сылды оратып сөйледі, көріғлы бала засын деп жыраққа. Ойбай Барша, не киемін мен дейді, тап бір нәрсе мен киетін сен дейді. Атпен жетіп, басын кесіп қылышпен жатқызайын, қара жермен тең дейді. Сонда Барша ақыл менен біледі, анда-санда теріс қарап күледі. Үйден барып, алып келді Баршагүл, жаман көрпе жүк үстінде тұр еді. Бір көрпені бір көрпеге тігеді, ортасынан мойнына әкеп іледі. Бірі артын, бірі алдын жауып тұр, көкқасқаға жылдам жайдақ мінеді. Атқа мінді, екі көзі алақтап, көріғлыны қуып келеді жалақтап. Көк найзасы қолға ұстаған алдында, екі аяғы үзеңгісіз салақтап. Көк қасқамен шауып келді құтырып, бұлаққа кеп, із қарады кідіріп. Назар салып түсіп еді ізіне, Шанбіл жаққа тартып кеткен сыдыртып. Балғираттың басқан ізін таныды, белден бүктеп өлтіретін жабыны. Көктемегір көріғлы бала екен деп, ақ ұрғанда шығат аузынан жалыны. Көк қасқаға енді қамшы басады, арандай ғып, ат аузын ашады. Екі көзі жанған шоқтай қызарып, жұлдыздай боп ағып көбік шашады. Орта жолда бар еді бір терең су, Әмудария ені ұзақ болдыр су. Ар жағына өткен екен көріғлы, Райханда тоқтатпастан деді шу. Сонда тұлпар атқан оқтай сымпитті, Райхан арап жығыла жаздап бұлт етті. Қаһарланып атылғанда жануар, ар жағына дарияның дүрсетті. Өте шығып көріғлыны қуады, енді қауіп жас батырға туады. Балғиратқа үстін қамшырып, аспанға шаң түйдек-түйдек шығады. Бірте-бірте келе жатыр жақындап, көк қасқаның азу тісі сақылдап. Найза жаншып, жерге еркін жете алмай, келе жатыр жебелетіп тақымдады. Балғиратта өши түсті талмады, Райханда жете алмады, қалмады. Біраз жерге қуғаннан соң Райхан көк қасқаның тоқтық қылып талғаны. Жете алмасын білгеннен соң Райхан тоқтай тұр деп балаға айғай салғаны. Тас шапсам да кескен алмас қылышым, еліміздің талап еттім тірісін. Сен қазірде жас баласын көріғлы, менің ешбір көрген жоқсың ұрысым. Астындағы көк қасқаның баласет жеткізбеді, болда сенің ырысың. Мен айтайын, балам саған насихат, сақтағайсың, көңіліңе етіп жат. Қолыңдағы Құрбанкүлім перзентім, жүрегіне азар беріп салмадат. Риза болдым, балам сенің атыңа, тартқан екен көк қасқамның затына. Басына ұрма әйелің мен атыңның, бұл насихат қалсын балам жадыңда. Жамандарға ғиратыңды бақтырма, дұшманыңа ақыл хайла таптырма. Менің саған насихат қып айтқаным, ғиратыңды бір байталға шаптырма. Құрбанкүл жан, хош болып тұр саламат, насихатым сені менен аманат. Бақытты бол, Құрбанкүлім аман бол, қайтат көкең арманда боп жетпей ат. Ат жеккенде көрер едім қайратын, көріғлыдан кейін боппа айбатым. Жете алмады, амал бар ма көк қасқам, араб жұртын шаңға ертпейтін байгатым. Қош болып тұр, қос көзімнің қарасы, артық еді ақылыңның данасы. Сағынғанда балғиратты көріп тұр, өзіміздің көк қасқаның баласы. Айналайын құралайдай көзіңнен, бал тамушы ет көке деген сөзіңнен. Сенен басқа бұл көкеңде перзент жоқ, жүрек бауырым сенің үшін езілген. Осыны айтып аттың басын бұрады,
шаруасы Райханның тынады. Хош болып тұр, көке жаным көкем деп, Құрбанкүл де айғай салып шылады. Маған көке өкпелеме өзіме, қарсы болдың, бармайым деген сөзіме, бармайым деп нараспанға айтқаным, күн бұрыннан көрініп ет көзіме. Жан көке деп қайысып тұр қабырғам, от жанады 360 тамырдан. Шығалмайтын болат торға кездестім, сынып алтын шытырларым шамылған. Лажым жоқ жазған тағдыр ісіне, душар болдым нақ сол күнгі түсіме. Үлкен аға кішінеге сәлем айт, білдірерсіз Қызылбайдай кісіме. Осыны айтып екі жаққа айрылды. Райхан кейін болар бермен қайрылды. Енді Райхан шауып келіп кез болды, бағанағы дарияға айдынды. Көк қасқаға басты сонда қамшыны, аттың сонда жазылмады аршыны. Алға аяғы жарға түсіп тұлпардың, артқы екі аяқ суға түсіп малшыды. Райхан арап, өкініші артылып, дариядан қалды пәті тартылып. Мойнындағы жалбыраған көрпемен, жайдақ атпен жүзіп жүрді малтығып. Райханда арсалаңдау ереді, қатарымен үзеңгісі теңеді. 80 қозы кежегінен істеген, қара бөркі ағыспенен жөнеді. Бірде батып, бірде шығат көк қасқа, қайраттанды көк тұлпарда бір басқа. Райхан арап мықтап ұстап жалынан, себеп болды терең суға батпасқа. Біраз жерден жүзіп шықты қамшылап, көрпезілдей су сорғалап тамшылап. Біреу көрсе ұятау деп түрімді, тоңып келет тұла бойы қалтырап. Қала жақтан келе жатыр топ кісі, мұны көріп емес қой деп тек кісі. Біреу айтты мынау біздің Райхан деп, бұлар оның келді артынан жеткісі. Біреу айтты мінген аты жайдақ ба, мұны біреу жынырғандай айдап ба. Алды артында салпылдаған немене, жаман жабу жапқандай ақ тайлаққа. Біреу айтты әлде пері соққан ба, су сорғалайды терең суға батқан ба. Асығыстап және қайда барады, адасқан ба, қаңғырып па, ялаққан ба. Қой тұрмайық, Райханды қуайық, қамаласып алды артынан шығайық. Бет алдына шығып кетер жынырса, кел ертерек ұстауға амал қылайық. Райхан қашып қаласына жөнелді. Көпке күлкі болмайын деп мененді. Арттан қуған бір топ адам күледі, түсірді деп Райхан арап бір ерді. Райхан арап қашып кетті сартылдап, көк найзасы күнге түсіп шарқылдап. Ан тұрғанда көйлек ыстан жоқ па деп, мазақ етіп күліп келет қарқылдап. Ал Райхан кете берсін еліне, енді келік көрғылыдай еріңе. Алып келіп Құрбанкүлдей бек қызын, қуанысты түрікпен елі сүйсіне. Түрікпендер көңілі судай тасады, бірлікпенен тойды үлкен жасады. Бірнеше күн той тамаша өткізіп, Құрбанкүлді Ғажданбекке қосады. Жақсылыққа әркім сондай үміткер, сөз мәнісін өлшеп білер біліктер. Қиянатсыз алып келіп қосадай, шын асылзат емес пе бұл жігіттер. Түрікпендер берді ерге алғысын, бала батыр сілтеп өтті шалғысын. Көрұғлы бек жүре берсін аңаулап, Райханнан және айтамыз арғысын. Үшінші енді айтамын үзіндісін, халық білген Көрұғлының тиімдісін. Қалдырмай білген сөзді тағы да айтып, әлеумет қандырайын құлақ құршын. Райхан арап шауып келді қалаға, жұрттың бәрі шығып тұр ет далаға. Үстіндегі көрпесінен ұялып, аты менен еніп кетті қораға. Жұлқып тастап үстіндегі көрпесін, ұмытқан жоқ Құрбанкүлде еркесін. Баршагүлді шақырып тұр айқайлап, қабақ түйіп күжірейтіп желкесін. Барша келді көйлегімен ыстанын, сенсің дейді қыз қашырған дұшманым. Сөгіп жатыр Баршагүлді бұралап, ойыңа алған мақсатыңды дұрыстадың. 2-3 рет жұмырықпен мұштады. Шайтан малғұн мұны азғырып қыстады. Жан жағынан көршілері жүгіріп, арашалап Райханды ұстады. Маған айтпай Көрұғлыны жасырдың. Мекерлікпен хайлаңды да асырдың. Жаман көрпе мойныма іліп әлемдеп, нараспанға қызды апарып жасырдың. Не көрмеймін барша сенің түріңді, неге айтпайсың маған адал сырыңды. Осы жерде су таппаған кісідей, нараспанға неге жудың кірімді.
Қайғы қасірет жүрек бауырын жандырды. Баршагүлдің бар киімін алдырды. Қайғы қасірет жүрек бауырын жандырды. Баршагүлдің бар киімін алдырды. Бөз көйлекпен жаман шарық кигізіп, түбі терең бір зынданға салдырды. Құрбанкүлдің күйеуі еді Қызылбай, атастырып қойған екен бұрындай. Аты шыққан араб жұрттың батыры ед, ерлігінің кемі жоқ ед мұныңдай. Райхан араб өзі берді хабарды, Көрұғлыдан көріп келдім азарды. Құрбанкүлді алып қашты бұлақтан, Құдай маған бермеді өлім ажалды. Осылай деп тұрды Райхан мұңайып, мұндай жұмыс емес еді лайық. Тізе қосып біз екеуміз бір жерге, түрікпен елін шауып жаншып қырайық. Намыстанып Қызылбай ер арыланды, сарп етемін осы жолда мал жанды. Көрұғлының басын кесіп өлтіріп, мен бұзайын Шанбілдегі қорғанды. Бұл қорлықты көріп тірі жүрмеймін, дұшмандарды сазбалшықтай илеймін. Ұлын құл ғып, қызын күң ғып талқандап, бағындырып түрікпен халқын билеймін. 3 күн ұдай әскер жиды оң солға, Қызылбай ерту көтеріп түс талға. Енді сөзді Көрұғлыдан айтайын, Райхан араб келе берсін бұл жолда. Бек қойды Көрұғлыны халық қалап, бағынып түрікпен халқы тұрған қарап. Баһадүр сайлап алған 40 жігіт бар, жүреді қасына ертіп мыңға балап. Сол кезде жиырмаға келген заулап, сақал мұрт шығып келет жаңа қаулап. Лашын алғыр сұңқар жүйрік тазы, қаршыға тұйғын бүркіт алған баулап. Бір күні 40 жігітін қасына ертіп, келіпті хауада көлдің аңын аулап. Мергендер киік қуып садақ тартты, оқ тиіп мұрттай ұшып құлап жатты. Бүркіті қасқырды алып белден бүгіп, тазысы түлкі қоян домалатты. Ақ сұңқар қаз үйректі төстеп іліп, жүндерін жануардың бұрқыратты. Аңдарын атқа теңдеп құсбегілер кеш болып аңнан шашып үйге қайтты. Көрұғлы сарайында ұйықтап жатса, түсінде пірлері кеп дұшмандарды айтты. Құдықта барша жылап жатыр қақсап, зынданға түбі терең кеткен тастап. Бармасаң бүгін түнде ала алмайсың, келатыр жердің жүзін әскер қаптап. Дарияның жағасына әскер төгіп, ей балам күтініп тұр қару тақтап. Жинап ал азық түлік керегіңді, бекерге дұрыс емес бейғам жатпақ. Дұшман жақын келе жатыр таянып, жаудаяма қалсын қанға боялып. Таң сарғайып келе жатқан кезінде ұйқысынан кетті батыр оянып. Көрұғлы ешкімге айтпай көрген түсін, жинады қару жарақ барлық күшін. Дарияның жағасына әскер қойды, тағдырдың көрермін деп жазғансың. Көрұғлы қас қарая кетті шауып, дұшманнан қорықпайды етіп қауып. Райханның қаласына түнде келіп, баршаны шылап жатқан алды тауып. Зынданға шауып келді қабақ түйіп, зарына шыдай алмай іші күйіп. Баршагүл сонда жылап айтқан сөзі, Көрұғлы кетті-ау жауға мені қиып. Баршагүл жылап тарықты, көп ойлап түрікпен халықты. Қосылған жарым ғаждам ед, жалғаны жоқ анықты. Бөз көйлек киіп үстіме, аяққа кидім шарықты. 7 күн жаттым зынданда, көрмедім ешбір жарықты. Көрұғлы жаным болмаса, кіміздер біздей ғаріпті. Шыдай алмай Көрұғлы келдім деп айғай салыпты. Шүкірлік етіп Баршагүл даусынан танып қалыпты. Көрұғлы арқан салып берді дыбыс, болмайды жау жерінде босқа тұрс. Арқанды белге байлап мықтап ұста, жатпайды қап түбінде болат құрыш. Баршагүл қуанғаннан жүрек жанды, арқанды белге байлап ұстап алды. Білмеді қарауылдар ұйықтап қалып, құдықтан сау саламат тартып алды. Баршаны ғиратының алдына алды, тұлпардың басын батыр жолға салды. Дариядан таң сарғая қарғып өтіп, баршаны аман есен алып барды. Қосылды барша келіп түрікпендерге, құшақтасып көрісті ғаждам ерге. Бақыттың арта берсін қарағым деп, батасын беріп жатыр үлкендерде. Көрұғлы жаста болса мыңға татыр, жеңгесін алып келіп қосты ақыр. 40 жігіт көп әскермен басын қосып,
Шетінде Амудария толысып жатыр. Көрұғылы көп әскермен жатыр тосып, садақшы мергендердің басын қосып. Манағы Қызылбайдың көп әскері дарияның жағасына келді жосып. Зынданға Райхан араб шауып келді. Баршагүл деп дауыс берді. Еш дыбыс Баршагүлден шықпаған соң, япырмай, бұл қалай деп қауіптенді. Тұлпармен олай-бұлай ізін кесті. Айырды барша сұлу ақыл есті. Қарғыған балғираттың ізін танып, есі ауып көкқасқаның жалын құшты. Әскерге Райхан араб қайтып келді. Зынданда барша жоғын айтып келді. Түрікпенді түнде барып қырайық деп, кемеге сыйғанынша тола мінді. Кемеге қараңғыда алды мініп, бойына қаруларын алды іліп. Адамы Көрұғлының аңдып отыр, бұлардың келатқанын анық біліп. Көрініп батырлары бұрын келді. Көрұғлы атыңдар деп бұйрық берді. Мергендер сатырлатып садақ тартты, дұшманға қарсы тұрып байлап белді. Оларда қараңғыда тартып садақ, бұларда атып жатыр көзді қадап. Оқ дейіп кемелері суға толды, ғарық боп кейін қашты өңкей арап. Түрікпендер шығармады бергі бетке, малтығып суды жұтып шықты шетке. 3 кеме азық түлік суға етті, жаратқан жар болмады жаман ниетке. Малтығып біраз әскер келді жарға, адамдар арқан салып алды зорға. Қызылбай Райханмен ақылдасты, өтетін мұнан басқа жері бар ма? Райхан айтты, Тоғайды тасаласақ, түрікпендер қарсы шықты жиып жасақ. Өтетін қашығырақ бір өткел бар, өтеріміз атымызды суға салсақ. Тоғаймен жасырынып жүріп кетті, белгілі батырларын қасына ертті. Мес байлап аттарының тартпасына, дариядан тоғытылып аман өтті. Өлімге шықты бұлар байлап басты, өлтірмек қолынан келсе мұнан қасты. Қызылбай майдан жерге жалғыз келіп, Көрұғлы қайдасың деп жауап шашты. Көрұғлы балғиратпен қарсы ұмтылып, аюдай күркіресіп найзаласты. Найзамен итерісіп қағысқанда, шаңдатып жердің жүзін тұман басты. Найзаға болмаған соң ұрды шоқпар, өлтірмей бірін-бірі емес тоқтар. Қалқаннан ұрған сайын жалын шығып, айнала түсіп тұрды ұшқын шоқтар. Шоқпарды қоя салып, шапты қылыш, халайық таңғалғандай болды ұрыс. Қылыш найза шоқпарды қоя салып, ұстасты, ат үстінен салып күрес. Екеуі ұстасумен жерге түсті. Ерекен Қызылбай да асқан күшті. Аяқтан бірі шалып, бірі қағып, алысып екі батыр көп шолысты. Көрұғлы жат еді шілтен пірін, салмасаң біз ғаріпке көздің қырын. Көп қуат Көрұғлыға пайда болды, тілегін қабыл етіп пірлері оның. Белбеуге Көрұғлы бек салды қолды, ырғады Қызылбайды оңды солды. Көтеріп, япырым деп төсіне алып, аяғын сереңдетіп алып ұрды. 40 жігіт шауып келіп алды байлап, байлауда жатты батыр көзі жайнап. Райхан соғыспасқа қол көтеріп, қатемді кешіңіз деп әбу айлап. Алдына айдап келді Ғажданбектің, тыңлаңыз айтқан сөзін асыл тектің. Азғырған әзәзілдің тіліне еріп, нақақтан көп кісінің қанын төктің. Қараңғы ұятың жоқ, ниетің жаман, болмайды айтуға да өкпе саған. Мен жоқта Баршагүлді алып қашып, қаншама ақырет азар бердің маған. Райхан үндей алмай үні өшті. Қызылбай бағындым деп антсу ішті. Қатесін мойнына алып бағынған соң, байлаулы аяқ қолын сонда шешті. Дос болып, Көрұғлы мен Қызылбай ер, отырып ойнап күліп шарап ішті. Тарқатып екі жақта әскерлерін, салауат өткендердің бәрін кешті. Құрметтеп, арабтарды етті қонақ. Ғажданбек көп кісінің басын құрап, кеңесіп түрікпендер бірлікпенен баршаны қайта берді жазып талақ. Райхан рұқсат сұрап қайтып кетті. Қызылбай барша үшеуі барып жетті.
Шақырды Ғажданбекті Райхан арап, білдіріп, шын жігермен адал ниетті. Ғажданбек жиып алды өңшең қатты, Райханның қаласына сапар тартты. Құрметтеп кәрілерді үйіне әкеп, алдына неше түрлі тағам тартты. Қарттары түрікпен арап басты қосып, үлгілі өткендерден нақыл айтты. Әнпаздар домбырамен жырын айтып, күйшілер сыбызғымен дутар тартты. Райхан айтты: нар тартайын 90 айып, алдымен шыққан менмін жолдан тайып. Ғаждам айтты: дүние мал керек емес, денсаулық терең байлық жүрмін байып. Қызылбас: Шағдат патша дұшманым бар, көмек бер, көрұғлыма қанат жайып. Раушанның құл ғып сатып көзін ойған, бұл сырды айтпаушы едім жұртқа жайып. Өлтірді небір асыл бектерімді, дұшманнан ала алмадым кектерімді. Күләйім бабалымен жатыр сонда, қапалық іштен шығар дерттерімді. Мінгізді қарияларға бір-бір атты, жебектен келістіріп шапан жапты. Көмекті көрұғлыға береміз деп, Қызылбай Райхан арап серттер айтты. Ғажданбек жолдасымен қайтты елге, бір-бір ат мініп келді Шанбілбелге. Халықты Көрұғлыбек жаудан қорғап, бас қосып 40 жігітпен жүрді бірге.